Барлығыңызға сәлем. Бүгін өте жұмсақ, дәмді болып шығатын асқабақтан манты дайындайтын боламыз. Алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Ең бірінші қамырымызды илейміз. Ол үшін жылы суымызға жұмыртқамызды салып араластырамыз. Одан кейін сұйық майды және ұн мен тұзды қосып араластырып қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін 20 минутқа демалдыруға қоямыз. Одан кейін салмасын дайындаймыз. Асқабақты жақсылап жуып алып, қабығын ашып, осындай ішіндегі дәндерінен тазартып аламыз. Осындай бөліктерге кесеміз, одан кейін үккіштен өткізіп аламыз. Пияздарды да осындай кішкентай етіп турап салмамызға қосамыз. Өз қалауыңыз бойынша құйрық майды да кішкентай етіп турап саламыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, ашты бұрыш салып араластырамыз. Енді қамырымызды 3 бөлікке бөліп домалақтап аламыз. Шұқалау етіп жаюымыз керек. Осына 4 бұрышты етіп кесіп, салмасын саламыз. Салмасын көп салуымыз керек, өйткені асқабақ буда еріп кетеді. Осылай мантыларымызды түйіп шығамыз. Мантаварканы жақсылап майлап, араларын жақын етпей мантыларымызды орналастырамыз. 40-45 минутта піседі, әр 15 минутта орындарын ауыстырып тұрамыз. Міне осымен біздің асқабақтан дайындаған мантымыз дайын. Видео ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.